Жаңа Қазақстандық мемлекеттіліктің маңызды көрінісі Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері болды. Мемлекет рәміздері бұл оның егемендігі мен тәуелсіздігінің, халық пен билік бірлігінің айғағы. Казахстанская государственная символика неразрывно связана между собой, дополняя друг друга. Они предоставляют собой единое целое, восприятие граждан Республики Казахстан и международной общественности, как основой незыблемости республики. At the 4th of June in 1992, the first president of our republic signed the following clause about the state flag of the Republic of Kazakhstan, about the emblem of the Republic of Kazakhstan, about the musical edition of the national anthem of the Republic of Kazakhstan. Көкаспандай көкпенбек, Қазақстан жалауы көк емес ол тектен тек. Елдің ашық қабағын, анамайды аспаннан, біздің түдің бояуы. Оны халық қашанда бейге іліп қояды. Елдің басы елімнің, елген әйбет едімі. Тұғындай күмілдің, ортада аспан әлімі. Күт береке шынырақ, орын алған бол көмден. Қанаты қос арғамақ, ұйқы жақтан күмірден. Нұраны елімнің, шақырады бірлігі. Егеменді халқының болашағы бірлікті. Қазақстан рәміздері елдігімнің білгісі. Бөлу керек балаға деген ен күші. Ән ұран қонырдыр дүнгелдің бар. Рәміздерді жатқа білсін әр кісі. Ән ұраным, жан ұраным. Айтар әнім, сөйлер сөзім. Туған жерім, сағынарым. Жүрсем егер дүние кезіп. Қатар шыққан көз тұлпар. Ай асын қазақ. Қылықтаған жас сұңқар. Жырықтаған таза. Бұл таңбасы елімнің, елдігімнің белгісі. Смотрю на небо голубое, там высоко парит орел. Восходит солнце золотое, над птицей будто ореол. До боли мне знакомо это, видение сквозь пики гор. Осталось лишь добавить сбоку национальный наш узор. Герб и флаг наш гордый, народу государством дан. Пусть всегда хранит свободу наш суверенный Казахстан. Я люблю свою страну. Я горжусь своей страной. Я верю в тебя, моя страна. Я счастлив, что живу в Казахстане. Моя любовь к